Су туралы талас. Сергей Шепель. Ерте заманда әр ауылдың су тасушылары бұлаққа келіп, үлкен құмырасын таза суға толтырып алады екен. Сосын әрқайсы өз ауылына аттанады. Оларды көргенде, алақай су келді деп ауылдағы бүкіл жұрт олардың маңайына жиналады. Бәрі ыдысына су құйып алғысы келеді, бірақ ыдыстары таза емес еді. Біреуінің ыдысы таңқурай тосабынан енді босаса керек. Ішінен таңқурайдың иісі шығып тұрыпты. Екінші ыдыстан балық сасиды, иісі қолқаны кептіреді. Үшіншісі біреудің ыдысынан ішімдік иісі мүңкіп тұрыпты. Су тасушылар: «Әу, туысқандар, мына ыдыстарың таза емес, қазір су құйып берсем таза су бөлінеді» дейді. Бірақ оның сөзін елеген жұрт болмайды. «Құя бер, не қылады дейсің? Тазалауға уақыт жоқ. Өз кірім өз құтым ғой» дейді жамырап. Амал жоқ, лас ыдысқа мөлдір судан құйып беруге тура келеді. Таза су ыдыстағы дәмді бойына сіңіреді. Жұрт суды ішкен соң, судың дәмі осында екен ғой деп ойлайды. Кейін өзара кездесіп әңгімелескенде бұлақтың суы жайлы әңгіме қазандай қайнайды. Әркім судың дәмін әр басқа етіп баяндайды. Бір айтады: «Бұлақтың суын іштік қой, таңқурайдың дәмі шығады екен» дейді. Екіншісі дес бермей: «Қайда айтады екенсің? Бұлақтың суынан балықтың дәмі шығады, кеше ғана іштім ғой» дейді. Үшіншісі: «Дәмсізбес құрдастар-ай, бұлақтың суы деген кәдімгі арақ сияқты ғой, ащы болмаса да иісі сондай» дейді. Ол үшеуін көріп өзгелер де жиналады. Әркім бұлақтың ең таза суын мен іштім, дәмі мынандай деп айтысады. Айтыс тарысқа ұласып, арты жанжалға айналады. Ақыр аяғы бір-бірін жек көріп, ағасы інісімен, інісі көршісімен ұрсып жек көріп кетіпті. Таласты әркім өзінің білместігінен көрмейді, ыдысының таза емесінен ескермейді. Дін де осы сияқты. Әу баста пайғамбарлар таза қайнар бұлағынан құйып әкеліп таратып еді. Әркім кір ыдысына құйып алып, дәмін әрқалай айтып, тартысып жүр.